Бәріңіз сәлем, сіздермен бірге KG. Бүгінгі видеода біздер 80 плюс 30 пикті ашатын боламыз. Сонымен қатар осы пиктерден үлкен рейтингті ойыншылар түсетін болса, біздер онда 89 плюс кумирді жинаймыз. Бастайық. Біріншісі кетті. Зiyech бар бұл жерде. Екіншісі ол Лапорт, жаман емес. Ол Диало. Жақсы. Ары қарай кеттік. Яго Аспас. ИПК кететін игроктар жиналып жатыр. ИПК немесе СБЧ. SBC деп айтады оны. Осы жерде енді печально әрине. Так, ең ортасында ашайық. Унай Симон. Бұл жерде әрине Future Stars'ты көргім келеді. Егер үлкен рейтингті қымбат Future Stars түсетін болса, әрине осы видеода тест жасап көреміз сол ойыншыға. Ең үлкен рейтинг бұл жерде 86 болды. Педри аламыз. Арими. Арқаға кеттік. Екіншісінен бастаймыз. О, Тарковский. Жаман емес. Фернандо Халктик. Артық етпес. Клаус Бум. Андрес Силва. Әрине үлкен рейтингтер әзірше көп түсіп жатқан жоқ. 3 үлкен рейтингті игрок, сонымен қатар 2 инфорт түсті. Фарес. Future Stars Тильман. Жаман емес. Ең қымбат емес, бұл ең арзан Future Stars. Бұл Кристиан Пулишич. Бруно Гимарайнс. Андреа Силва. Бұл дубликат. Пепе. Куп. Біздер уже 20-сынан тұсатық Коламуани. Оның менде трейд версиясы бар продаваемый. Нерді Уильямс тап кетейік. Госынсы екі интернет игры шықты шықты. Ян Вертонген алайық. Соңғы үшеу қалды. Future Stars түсірім екен ішінен. Жоржиньо. Жақында Арсеналға ауысқан игрок. Челсиден. Темирбай. Және ең соңғысы Future Stars бола ма? Жоқ, Торбен Азар. Міне, 89 плюс. Міне, 89 плюс әлем чемпионаты. Міне, 89 плюс әлем чемпионаты немесе Prime кумирді жинадық. Ең алдымен кумирді жинаған кездегі пактарды ашып жіберейік, содан кейін кумирға қарай өтеміз. Пак. Бұл жерде волкаут жоқ. Барлық СБЧ-ға кетеді бұл ойыншылар. Екіншісін көрейік.
О, Future Stars, продаваемый. Испания, форвард. Икер Браво. Бұл ешқандай ақша тұрмайды, өкінішке орай. 22 мың тұрады. Жақсы. Бұндай көп болмаса да, бірақ приятно. Жерден бұл кауыт жоқтан. Опа. Ал енді көрейік. Бұл кумирді мен қазір ашамын, бірақ та бұл кумирді мен клубтан іздеймін. Қай кумир түскен мен қазір көрмеймін. Бұл жерден мен экранды жауып тастаймын. Сіздер үшін тек скип өтеді. Ал енді кумирға көшейік. Бұл кумирді мен ашқан кезде кім түскенін сразу көрмеймін. Себебі мен бұл кумирді клубтан іздейтін боламын. Елін таңдау бойынша. Кумир пәгі ашылды. Оны менде сізде көрген жоқпын. Енді біздер клубтан іздеп бастаймыз. Ең соңғы жағынан бастайық. Жапония елінде ешкім жоқ. Швецияда жоқ ешкім. Чехия, может Петр Чех? Жоқ. Так, жерде Финляндия жоқ. Украинада жоқ. Уэльсда жоқ. Северная Ирландия жоқ. Ары қарай Россия жоқ. Румынияда жоқ. Ары қарай бізде Мексика жоқ. Нигерия, может быть. Нигериядан да жоқ. Испания, Италия деген топ мемлекеттерді біздер ең соңынан іздейтін боламыз. Камерун, ето жоқ. Мүмкін Дидье Дрогба да жоқ екен. Ары қарай Гана, может Эссен? Жоқ. Дания. Прошли, это хорошо. Ары қарай Венгрия, может быть Пушкаш? Жоқ екен. Бұл жерде жоқ екен. Топ елдерге көшеміз. Ең бірінші Англиядан бастайық. Англияда жоқ, бұл менде бар игроктар. Испания. Касильяс. Ё-моё. Қанша тұрды бұл? Бар жоқ 250 мың. Ал бұл ИПГ-ның бағасы өкінішке орай 550 мың. Жаңа біздер 30 пик аштық, сонымен қатар көмірді аштық. Ендігісін 5 жетонға жиналған Future Stars'тың 2 пагын ашамыз. Біреуінде бір Future Stars гарант бар, екіншісі 11 игрок 81+, 11 игрок 81+-тан бастайық. Жерде вокаут бар. ЦПшник 86 бараха. 81+-тан 86 түсу жаман емес. Бұл үшін егер бізге керек болса алып қоғамыз, керек емес болса квексел жасаймыз. Енді бірінші командада болған
фьючерстар кеттік. Біз әрине Михаил Мудрикті қалаймыз командаға. Германия, ФРВ, Боруссия Дортмунд адами. Прилично. Бағасы 330 мың тұрады екен. Менің командамда бұл суперсап ойыны ойнайтын болады. Характеристикасы да жаман емес. 1,77 м бой, финты, слабый нога 4-4. Ойнап көруге болады. Әрине Михаил Мудриктің түскенін қалар едім мен. Енді біздің құрамымызға енген жаңа ойыншыларды тексеріп көрейік. Ол Карлос Вела. Өткен видеода болған жоқ. Ендігісін біздің құрамымызға келген жаңа ойыншыларды тексеріп көрейік. Ең біріншісі Карлос Вела. СБЧ-да болған болатын. Гарет Бейлға идеальнейший линк болып табылады. Екіншісі Дирк Кёйт. Өткен видеода бұл ойыншы 87+ пиктан түскен. Және де Икер Касильяс. Бүгінгі 89+ кумир біздің әлем чемпионатының Икер Касильясы. Енді және де жаңадан келген Карим Адейми, неміс шабуылшысы. Опенді екеуі екінші таймда менің ойынымды одан сайын жүргізеді деген ойдамын. Пенальти. Термилитау. Катылак. Эвсебио. Екінші гола. Гарет Бейл. Жақсы гол. Бейл. Штиш. Тур-тур, Каддабирия. Хорошая атака могла получиться, но не смогли они удержать мяч. Вот это момент у него. Забивать нужно было. Все условия для гола, а он не попал атаки. Забивать тут надо. Пенальти. Удалось разглядеть в этом моменте нарушение в штрафной площади, и у соперника есть отличная возможность сравнять счет. Отличный момент, чтобы сравнять счет. И забивает. Бестибис. Надо еще красный от Тимбер. Надо воспользоваться шансом. Ну и шайбе! Классный отбор, молодец! Стандартное положение, отличный шанс вырвать победу. Опенда! Алып шықтық ойынды все-таки. Согласились на ничью, но нет, осталось только не потерять самообладание и довести дело до конца. У чужих проблемы, им нужно отыгрываться. Не будет больше шанса спасти этот матч. Надо. Дает судья свисток и спешит удалиться с поля. Трибуны ему сейчас явно не рады. Маркизио начинает. Савери Пеле в полузащите. Нападение. Минутку, очень опасный момент.
И еще Ди Наталья. все-таки быстрый гол. И это будет. И тут может что-то получиться. Красиво Развала. эффектно. Жақсы. Хороший пас на ход. И в разрез. Шикарно. О. Поле от перекладины. И это должен быть гол. Я уверен, почти пустой ворота самого окна царапать нам потерял ударение. Получается вернуть себе мяч на чужой половине. Мяч в воротах. Это Антонио Ди Наталья. Гарет Бейл. Пошли вперед Сейнс. Нет, эпизод ничем опасным не... Кейн. Тикет. Гол укрепляет их преимущество. Остановить. Мен бүгінгі видеоның соңына келіп жеттік. Көп ойын өткен жоқ. 4-5 ойын ойнадым. Оның екеуі тез өткен болатын. Біреуінде мен ұттым, екеуінде тез ұтылып қалдым. Сондықтан айта кетерім, Карлос Вела негізгі құрамға ойнауға жатпайды. Фан карточка тек Бейл екеуін қолданып ойнаймын демесеңіздер, бұлай ойнауға келмейді. Диркёйт жақсы, мені жақсы удивлять етті, өзін жақсы жағынан көрсетті десем болады. Орталық қорғаушы немесе шабуылдаушы ретінде қолдануға болады. Егер Касильяс особо разница көрген жоқпын. Енді қазіргі уақытта Ник Поуп пен Эмилиано Мартинес бар. Олардың қатты айырмашылығы бұл қақпашыда жоқ. Осымен бүгінгі видео аяқталды. Назар аударғандарыңызға көп рахмет. Видеоға лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сонымен қатар телеграм-каналға да келсеңіздер болады. Ол жерде FIFA бойынша барлық жаңалықтар шығып отырады. Сау болыңыздар.